Бір-бірін көріп қалса не қылу? Ассаламу-алейкум деп сәлем беру. Бізде қазір көп мәдениетті адамдар, жаман көп оқыған кейбір кісілер кездескен кезде не деп амандасады? Амандаспайды, олар сұрақ қояды. Сәлеметсіз бе дейді. Ар жағындағы адам ше, ол да сұрақ қояды. Сәлеметсіз бе дейді. Болды, екеуі өткенде тағы. Жауабын кім береді? Кім беру керек вообще оның жауабын? Өтірік қойсы, рас па? Сәлеметсіз бе дейді. Анау да біледі, сәлеметсіз бе дейді. Екеуі де сұрақ қояды. Жауап жоқ. Сол жинасына келгенде сол мұғалім сабағына қатыспай қалғанымызды білмеймін ғой. Ал мұсылмандар бір-бірін көргенде қол беру парыз емес, құшақтасу парыз емес. Бірақ ассаламу-алейкум парыз. Уәжіп қой енді. Ассаламу-алейкум айту уәжіп. Бұл ассаламу-алейкумды кім шығарды? Арабтар шығарды ма? Жоқ. Бұны адам атаны жаратқан Алла Тағала неде? Жәннатта. 18 000 әлемнің тілін үйретеді да, анау бір топ періштелер бар да амандас дейді. Сенің амандасуың, олардың берген жауабы сенің бүкіл ұрпақтарына амандасу үлгісі болсын дейді. Сол кезде адам ата не айтар екен деп әдейі қарап тұрған кезде адам ата барады да ассаламу-алейкум дейді. Алланың сендерге амандығы болсын дейді. Періштелер не дейді ол кісі кезде? Уалейкумассалам ва рахматуллах. Саған да Алланың амандығы болсын, рахметі болсын дейді. Алланың амандығы болсын дегенде өліп қалмай тірі жүре бер деп жатыр ма? Ол ғана емес екен. Ассаламу-алейкум деген сөздің мағынасы Алланың сізге амандығы болсын дегені тозаққа түсіп кететін жолдан аман болыңыз. Жәннатқа баратын жолда аман жүріңіз. Түсінесіз ғой? О негізгі мағынасы осы. Алланың амандығында болыңыз деген Алла жақсы көретін істерде. Алла ұнатпайтын істерден қашық жүру ассаламу-алейкум болады екен. Алланың амандығында жүру болады. Сол кезде ана кісі айтады: "Уалейкумассалам ва рахматуллах." Саған да Алланың амандығы, рахметі болсын дейді. Қарашы, ал енді екі мұсылман кездесті, ассаламу-алейкум айтқан жоқ. Қалайсың деді, сәлеметсің бе деді, привет деді, бірдеңе деді. Екеуінің мойнында ақылары кетті. Ертең қияметте екеуі кездескен кезде бір-бірінен ассаламу-алейкум айтпағаны үшін хақыларын алады. Хақыларымыз алады бір-бірімізден. Бұл біріншісі, мен өте қысқа айтамын. Екіншісі, ауырып қалса көңіл сұрау. Бізде қазақта мынандай сөз бар екен: түстен кейін көңіл сұрамайды деген. Осы дұрыс па, дұрыс емес пе? Дұрыс емес. Түстен кейін көңіл сұрамайды деген сөздің мағынасы ауырып жатқан кезде бар. Ауруын аяқ кеткеннен кейін немесіне барасың дейді да, көңіл сұрап оны. Сол екен, ақсақ қой. Түстен кейін маңырайды деген сол. Ал оны біздің кейбір прямой қабылдайтындар, түс қайта көңіл сұрайтын болса, қайтадан ауырып қаласың. Мына білем маған дұшпанды ойлап жүріп, түс қайта келіп көңіл сұраған істейді. Мысалы. Ал больницаға баратын болсаң, түске дейін ап қойып, бәрі кешке барып жатырмыз ғой. Түс қайта дейді анау, 5-ке дейін. Тихий час дейді. Ал пайғамбар саллаллаху айтады: егер де сенің бір мұсылман бауырың ауырып қалды ма дейді, оның көңілін сұрау саған уәжіп, хақың сенің ауырып бардан. Ал енді сол мұсылман ауырып жатқан мұсылман бауырыңның көңілін сұрауға таңертең шықсаң дейді, кешке дейін 70 000 періште сізге дуа қылады. Ал кімде-кім түс қайта кешке шығатын болса, бір адамның көңілін сұрауға ауырып жатқан 70 000 періште ертеңгі таң атқанша сізге дуа қылады. Ал осыны білген мұсылман адам ауырып жатса, кешке біреу көңіл сұрап келетін болса, ренжи ме енді ол? Ол ренжімейді. Біздің осы сауатсыздығымыздың кесірінен бірімізге ренжіп, дұшпан көріп жүрміз да бір-бірімізді. Сондықтан ауырып жатқан адамның көңілін сұрау. Баяғыда бабаларымыздың заманында мына Осман империясы деген болды ғой. Осман империясында былай болады екен. Көшеге қараған терезеде қызыл гүл тұратын болса, мына үйде бойжеткен қыз бар, құда түспеген деген белгі екен. Ол кезде біз ше қазір ауылда кімнің қыздың фигурасы қандай екенін бәріміз білеміз ғой. Кімнің қатының фигурасы қандай екенін. Ол кезде ондай емес екен да. Кімнің үйде қыз бар екен, оның дене бітімі басқасын қандай екен онша біле алмайды екен. Өйткені әйелдер базарда істемейді екен да, еркектер істейді екен да, жұмыстың бәрін көшедегі. Ал егер көшедегі қараған терезеде сары гүл тұратын болса, мына үйде ауру адам бар деген сөз екен. Ана көшеден тасырламай, айқайламай тыныш өт деген белгі екен. Ол кезде пластик болмаған екен ғой. Көңілін сұрайын десек, мына үйде ауру кісі бар деген сөз екен. Сары гүл. Сосын олардың есігінде екі қоңырау тұрады екен. Біреу кішкентай кольцо ұратын, біреу дәу кольцо екен ұратын. Есік бейт ұратын шығар.
егер сол үйге бөтен бір әйел келіп тұрса, мына үйдің әйеліне жолығуға, ол ана кішкентай кальсонера деген тың-тың кете қалады да. Үйде отырған адамдар әйел келіп тұр үйге. Ал ана еркек келетін болса, дәулет тағы кете қалады да. Енді әйелдер бар есік ашпайды, еркектер бар. Еркек кісі келіп тұр үйге бізге деген белгі. Міне мәдениетті. Енді мұсылманның бір-біріне ақысының үшіншісі ақыл сұраса ақыл айту екен. Сіз картошка егіп жүрсіз 20 жылдан бері. Мына кісі келеді да, қаладан ауылға келеді, ауылға қызмет қылайшы дейді. Жері бар. Қой менде картошка егейін дейді, мақта егейін менде дейді. Көкем 20 жылдан бері мақта егеді. О, көкем мына жерін қалай? О, мұны былай деп көрсетіп айтып беруіміз керек екен да. Ақыл сұрап тұр ғой сізден. Адам деп келіп тұр ғой. Сізді білет деп келіп тұр ғой. Осы кезде кімде-кім біліп тұрып, қызғанып білмеймін деп жауап берсе, қияметте тозақтың отынан жасалынған жүгенмен оның аузы ауыздықталады деген хадис бар. Біліп тұр, білмеймін десе да. Иә. Одан кейінгі мұсылманның төртінші ақысы шақырса бару екен. Шақырса. Біздің бабаларымыз айтады, шақырғанға бармасаң, шақырғанға зар болсын. Сізді біреу қонаққа шақырды ма, ауырып тұрған жоқсыз ба, жұмыстан шыға аласыз ба, сапарда емессіз ба, бару уәжіп. Міне ертең дүйсенбі ма, мұсылмандар ораза ұстайды. Сүннет қой енді. Нәпіл, сүннет. Ораза ұстадыңыз таңертең. Бірақ 11-де 6-ге хабарласып, түсті үйге шайға келдім дейді. Тамақ істеп жатыр дейді. Не істейді анау нәпіл ораза ұстағанда? Бұзып, аузын ашып, ана үйге барады шақырына. Өйткені анау сүннет, адам сізді шақырды ма, ол уәжіп, оның дәрежесі жоғары. Жоғары оның дәрежесі. Ол не үшін десе, ағайындар, көршілер, бауырлар, кейбіреу бізге ренжіп жүрген болуы мүмкін, ұрысып қалған болуымыз мүмкін. Сонда анау татуласамай жүрген кезде бүкіл ағайын көршілермен шайға шақырғанда келеді ғой анауда. Сөйтеді бір күн дәм татқан үйге 40 күн сәлем бар емес па? Біреудің дәм татқаннан кейін қайт оған ренжисіз. Реніштері жоғалу үшін, тарқау үшін. Шақырды ғой сізді адам құсап, үйіне қонаққа дастархан жайып тұр ғой, бала шағасын аузынан жүріп. Қонақ қып тұр ғой сізді. Сондықтан шақырды ма, бару екен. Ой, баяғыда маған келмеген, мен де бармай, екеуі бір болып тұр. Екеуі де екі болып тұр ғой, бір итен. Ол шақырса демек, адам деп, туыс деп, бауыр деп, дос деп тұр ғой енді ол. Неге бармасқа? Көрдіңіз ба, ислам қайта бір-бірінің ренішін жоғалтып, татуласып кету үшін адам сияқты. Мынау кеше ана Жарқын деген ұстаз келді Түркиядан. Соның бір сөзі есіме түсіп қалды осы кезде. Ай, бауырым дейді, нәпақа табамын деп, өмір сүруді ұмытып кетпе дейді. Сондай сөз бар екен бабаларымызда. Нәпақа табамын деп, өмір сүруді ұмытып кетпе дейді. Анау ақша, жұмыс деп, ағайын шақырса барамайды, тойға шақырса барамайды, ана бүйтсе барамайды, сөйтсе барамайды. Қарасаң оны немен кетіп қалған ғой жаңа. Ал өмір сүру деген ағайынмен араласып, көршімен тату қойды ғой ол негізінде. Қаншауын айттық мұсылман ақысының? Бесіншісі түшкіргенге ярхамукалла айту. Түшкірген адам не айту керек бірақ? Әлхамды айту. Не үшін түшкірген адам әлхамды айту? Әлхамдының қазақшасы Аллаға шүкір, Құдайға шүкір. Не үшін түшкірген адам Құдайға шүкір айту керек? Не үшін? Рахат қылу. Жүрек тоқтайды. Жүрек бір какой-то бір доли секунд дейміз ба, бірдемеге бір тоқтайды деп айтады. Сосын ми демалады. Ішке кірген инфекцияны шығарып тастайды. Міне, негізгісі осы. Анау мұрыннан кірген инфекциялар, вирустар, соны Құдай тағалам бізге сондай инстинкт дей ма, сезім дейміз ба, сондай берген бізге. Анау мұрнынан кіріп жатқан неше түрлі ауруды тарқатайын деп кірген нәрсені түшкіру арқылы сыртқа шығып кетеді. Алла Тағала бізді қанша аурудан аман сақтап қалады екен. Сол кезде ана адам осындай, оны вируспен микробқа міне марлы қойып қоямыз ба, не қыламыз бұл жерге? Оны шыққан кайып шұқылап құртамыз ба? Алла Тағала түшкіру арқылы, сол үшін адамның бетіне түшкіруге болмайды, одан кейін дастархан қарап түшкіруге болмайды деген сол екен. Сондай Алла Тағала бізді жаман нәрседен құтқарып тұрғанына түшкірген адам әлхамды айту керек екен. Ал қасында отырған мұсылмандар әлхамды айтқан адамға ярхамукалла, Алла сені рахымына алсын деп айту керек. Ал енді түшкірді, әлхамдаш жоқ, оған ярхамукалла айтуға бізге міндет емес екен. Бірақ айтуымыз керек, әлхамды айту керек еді ғой деп үйретуіміз керекпіз да? Дауыстап айтады ма, ярхамукалла деп? Дауыстап айтады, иә?
еститін деп айтады. Сосын ол да өзі рахметін айту керек ана кісі. Яхдини ва яхдикумуллах деп айтады. Енді соңғысы негізгісі мынау жігіттер. Бұл адамның 6 хақысының ішінде негізгісі мынау 6-шысы. Біз соны айту үшін мына жақтан келатырмыз. Соңғы мұсылманның бір-бірінде ертең Алланың алдына барғанда жауап беретін хақымыз қандай екен соңғысы? Насихат айту. Жоқ, қайтыс болса жаназасына қатысу. Жаназасына қатысу. А біздің ақылды адамдар бүйтеді. Сағат 3-те жаназа, бір кісі қайтыс болған, мұсылман, танимыз, білеміз, бірге дәмдес болған, көргенбіз. Сағат 3-те жаназада бір естік, сағат 9-да, 10-да барамызда бір көрініп кетеміз. 3-те оған бара қоймаймыз. Өйткені біз ол үйге барып көрініп қойдық. Біліп қойыңыз, қайтыс болған кісінің ақысынан құтылған жоқпыз. Қайтыс болған кісінің туыстарына көңіл айту хақысынан құтылдыңыз, бірақ қайтқан кісінің хақысынан құтылған жоқпыз. Оның хақысы не еді? Жаназаға қатысу еді ғой. Түсініңіздер ме жігіттер? Қырат сауаптан қалдыңдар. Ол қырат сауап ол бөлек. Ал жаназаға қатыспай, азында бар көріп қойған бір кетіп қалсақ, мойнымызда ақысы кетті. Ертең ана өлген адам бізді осы ақымызды требовать ете алады екен. Мен тіредім ол кезде. Енді не үшін ислам діні жаназаға туырлап баруды шақырып жатыр? Не үшін ислам жаназаның өзінде болуға шақырып жатыр десе, жаназада құрметті имамдарымыз халыққа қайтыс болған кісінің атынан осы кісіге қарыздарыңыз бар ма дегенде есту керек еді осы сөзше. Бар болса шешіп алуымыз керек еді ғой жаназаға дейін. Оқылмай тұр. Екіншісі, тіршілікте бұл кісі ренжіткен жер болса кешіресіздер ме деген сөзді бәрі есту керек еді ғой. Мен қайдан білейін әкемнің кеше кешке дейін кіммен кездескенін, кіммен жақсы сөйлесті, кіммен жаман сөйлесіп қалды, кіммен ұрысып қалған, кімнен не алып не бере алмаймын, мен қайдан білейін. Сол үшін имамдарымыз бүкіл жамағаттан айқайлап, қарыз бар ма, ренжіткен жер болса кешіресіздер ме деп сұрағанда сол адамдар болу керек еді ғой. Ал енді осы хақысынан құтылатындар кімдер? Жаназа уақытында болмай қалды, бірақ жаназа хақысынан мойнынан түсетіндер кімдер? Аурулар, сапардағылар, жұмыстан шыға алмай қалғандар. Бұлар енді жаназадан кейін келеді ғой. Сол үшін мен имам ретінде өзімнің ауылымда жаназа шығарсам, туысқандарын айтам. Міне халықтан мен сұрап бердім. Ал ендігі естімей қалып, келе алмай қалып, жете алмай қалып, ендігі келетіндерден өздерін сұраңдар. Мына біздің әкеміздің ренжіткен жер болса кешіріп қойыңыз. Қарыз болса айтыңыздар. Жаман қатты әсер етеді негізінде. Сіз ана жаназа көре алмай қалдыңыз ғой. Барсаңыз балдар тұрда қатсама, мен әкемнің ренжіткен жер болса кешіріп қойыңыз десе. Жоқ, ешқандай не жоқ. Қарыз болса, жоқ, қарызым. Ана адамның өзі көшеге шығып не болса айтуға ұялып қалды уже. Ана кешірім сұрап тұрғаннан кейін әкесінің атынан. Егер несі болса кешіріп қойыңыз, әкеміздің ренжіткен, анамыздың ренжіткен жері болса десе ше. Ойлап қараңыз. Сонда имамдар айтады, мына кісіге ренжіген жеріміз кешіріңіздер дейді. Мына халықтың бәрі осы кісіге қатысты адамдардың бәрі келетін болса, шынында да ренжіп жүрген кісілер болса ше, ана жаназаны көрген, кешірмеймін ал деп тұра ма адам? Жоқ, кешірдік ай дейді ғой. Біліп қойыңыз, қияметте есептеспейді. Мына кісі не қылып қойды? Кешірім беріп қойды. Болды, олар енді төбелеспейді қияметте. Бір-бірінің ақысын сұрамайды. Бұл бір, бірақ бұның екінші жағы бар. Қайтқан кісі бізге ренжіп кеткен болса ше. Ол бітті. Ол енді қияметте бір-бірімен есептесепті. Қияметтегі есеп азаю үшін екен ғой. Şu ауырып жатқанды барып, соның керегіден кешіріңіз. Иә. Ондағы айбет беріңіз, қазір мынау заманға байланысты ма көріп жүрміз ғой, бір кісілердің қарыздары болады мойындарында, әледе мойнына алып жатыр, жаназада жамағаттың бойынша, бірақ солар берілмей жатырғандар да көп қой. Ол дұрыс емес енді. Ол Мойындаған адамның артында кетіп қалыпты енді ол. Әкесі, мынандай хадис бар. Бір кісі қайтыс болады, оның бізде пайғамбар саламға жаназа шығарып бер деп келсе, қарызы бар ма жоқ па деп сұрайды. Бірінші мұсылман ба дейді, иә? Қарызы бар ма жоқ па деп сұрайды екен. Қарызы бар десе, онда өздерің шығара беріңдер дейді екен. Пайғамбар салам. Сонда адамдар пайғамбар тірі шығаруға мүмкіндік болып тұр. Жүгіріп барып қарыздарын тез беріп құтылып, я Расулалла, міне қарызын төлеп тастадық. Ал енді десе, міне енді шығарамыз деп барады екен.
Сонда әдейі анау қарыздан құтылу үшін. Сонда бүйтіп айтады екен, оның қарызы бар, бірақ төлейтін ешкім жоқ десе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен төлеймін. Ешкім жоқ па төлейтін? Мен төлеймін дейді. Бірақ бір кісінің несінде, жаназасында 2 дирхам ба қарыз екен. Бала шағасы кішкентай ма төлей алмайтын болады. Сонда мына кісінің қарызын мойнына кім алады дегенде бір жігіттердің ішінде бір жақсы жігіттер болады ғой өзі. Я Расулалла, мен аламын дейді. Жаназа шығара беріп, мен құтыламын ана кісіден дейді. Сөйтіп 1-2 күннен кейін жаназа өтіп кетті. 1-2 күннен кейін ана кісіге жауап бердіңіз бе, бермедіңіз бе ана кешегі айтқан ана? Есіме шығып кетті. Бар ақшам, бірақ берем ғой, қашпаймын десе, ана кісі әлі құтылмаған екен ғой да деп айтқан. Ананың мойнына өткенмен, ана кісі қарызын бермейінше, мына қайтқан кісіге ол азап екен да. Енді осыны білген бала әкесінің қарызын бермей қашып жүре бере ме? Иманды қыз, иманды бала әкесінің анасының қарызы болып кеткен болса, анық, ол белгілі болу керек ол куәлермен болу керек. Сонда ол баласы қарыз бермей қашып жүре береді дейсіз ба? Иманы жоқ адам ғана қашып жүреді да. Түсініңіз ба? Иманы мықты болатын болса, бірінші содан құтылады ғой ол. Имам Шафиғи деген кісі өткен, имам Шафиғи, мазхаб иесі болған. Сол кісі қайтыс боларда пәленше деген бизнесмен жаназам шығарсын деп жазып кеткен хаты бар екен. Имам Шафиғи қайтыс болғанда, Алла рахметін алсын, сол ауылдағы үлкен бизнесмен кісіге айтып кеткен екен, сол менің жаназам шығарсын деп. Ол бизнесмен имам емес, ұстаз емес ол. Мұсылман кісі бірақ. Сол адамдар таң қалған ғой. Тұр ғой имам, тұр ғой. Мына бизнесменге айтқан. Сонда ана бизнесмен өсиет қағазын маған көрсетіңдер депті. Жастығының астында. Өсиет қағазына келсе 70 000 дирхам қарыз болып кеткен екен ғой имам Шафиғи. 2 дирхам емес, 70 000. Кімге қарыз ол? 3-ші қатынаға ма? 3 этаж үй салып берді. Сөйтсе, медресесінде оқып жатқан балалардың тамағына, ұстаздардың айлығына, киімдеріне, кітаптарына алған екен ғой 70 000 дирхам әрбіріне. Етіне, нанына қарыз екен ғой. Сонда ана бизнесмен түсініп қойған ғой. Не үшін мені таңдап тұр ол? Демек артық бірдеңе бар бұл жерде. Әкелен өсиет қағаз десе 70 000 қарыз. Қалтасынан шығарып та, төлеп тастайды да, сосын имамға жаназасын шығарып дейді. Сосын барып имам жаназасын шығарып та. Қарсаңызшы. Мына Шымкентте менің бір жақын туысқаным $1 миллион магазин сатты. Ана бір жыл. Үлкен супермаркет сатты. $1 миллион. $500 000 қазір берді. Қалған $500 000 6 айдың ішінде беретін болып келісті. Бәрін жазып, нотариально бәрін. Сөйтсе, анау намаз оқитын кісілер екен алған адамдар. Бір күн дейді, мен жақын туысқан. Бір күн айтады, ана хабарласады дейді. Бір айдан кейін, 2 айдан кейін ба? Хабарласады. Әкеміз қайтыс болды, магазинді алған кісі қайтыс болды. Балдар хабарласып отыр. Бүгін 3-те жаназа. Сізбен қазір жолығымыз керек болып тұр. Срочно жолығымыз керек болып тұр. Алған әкесі, қарыз әкесі. Келмей-ақ тұрса да болады ғой деп. Келіп $500 000 санап берген ғой. Риза болып жаназаны таза кетсін әкеме. Келмей-ақ қойып жатқандар бар ғой. Сондықтан бала иманды болса, оның әкесі анасы қарыз болып кетсе, баласы үйіп жатпайды ол. Тыныш жатамайды ол. Ал иманы әлсіз болса, немесе басқа болса, оған бәрі. Әкесін де боқтатып, шешесін де боқтатып жүре береді. Біздің имамның қасына ұстаз алдырып, балдар оқытайық деп жатқанымыз сол. Кішкентай кезден иман сап қойайық, Құран сап қойайық, ертең олар әкесін де жылатпайды, шешесін де жылатпайды, елге қызмет қылатын болады. Соны түсіндіріп айта алмай жатырмын ғой. 15-20 жылда елге ие болатын жігіттер пайда болады. Төбелесіп жүретін емес сияқты. Бәле іздеп жүрген, картошник басқа емес. Енді көп сөйлеп қойған жоқпыз ба? Алла разы болсын, өмірлеріңізге береке берсін. Siz söyleyip koy, çay da içkizmedi. Çay içkizmedi, енді қалыңыз. Өштім мен, үлгер бар. Біз жиып отырдық қой, Бізде 2 сағат айтыңыз ғой. Бізде бір жігіт айтады, имам болғым келеді, әттең сол бір ном бар дейді да. Имам болғым келіп жатыр, бірақ бір ном бар деп. Арақ ішіп қойсын ба? Жоқ. Енді мен десе, асқазаным нашар еді, әйтпесең имам болып кетеді. Соқса біз үлгеріп жатырмыз. Ал Алла разы болсын, өздеріңізбен мына дәмдес болдық.
Gördük avullarımızda gezip. İmam болуш асылдан дұрыс болу керек. Ya birinchi o'rinda sonday. Molada sıptay jigit degende. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözleri var. Men aradallahu bihi hayran yufakkihu fid-din. Kimge de Allah жақсылық қаласа, onu o'sha odamni dinda faqih qilib qo'yadi. Faqih ya'ni bilimli, dinni biladigan, shariatni biladigan qilib qo'yadi. Alloh taolo жақсылық qalagan kishiga man aradallahu bihi hayran inshaalloh 2 soat va'z nasihat aytdingiz. Bo'ldi, Alloh bergan bir kuch bu. Har kimga bera bermaydi. 2 soat va'z aytdi. O da bir kuch kerak. Allah'ın kalavundan bulat dedi. Allah kalmazsa yesek kazanırlar, bir dal bulamayısın dedi.